Адам неге қанша ұйықтаса да ұйқысы қанбағандай сезімде болады? Жауабы белгілі. Ағзасы толыққанды демалып, қажетті энергияны жинай алмайды. Әлсіздікпен күресудің мына тәсілдерін қарастырып көріңіз. Ол үшін достар, арнаға тіркеліп, яғни подписаться батырмасын басып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Достарыңызға да видеоларды жіберіп қойыңыздар. Бұл менің каналымның дамуы үшін септігін тигізеді. Ендеше кеттік. Бірінші жаттығу жасаңыз. Күніңіздің дұрыс басталуын қадағалаңыз. Физикалық жаттығу қан айналымын жақсартып, жүрек соғысын күшейтеді. Бұл ішкі қуатыңыздың, яғни энергияңыздың оятуының ең жақсы әрі таптырмас тәсілі. Егер үйде болсаңыз, аздаған жаттығудан кейін душ қабылдасаңыз да өте жақсы көмектеседі. Ал кеңседе немесе басқа да жаттығу жасауға мүмкіндік жоқ десеңіз, сатымен бірнеше рет жоғары төмен түсіңіз. Мұны түскі астан кейін де орындасаңыз болады. Тамақ ішкеннен кейін бірден ұйқыға кеткісі келетін ағзаңызды өте жақсы сергіте аласыз. Ал енді екінші тәсілі. Ұйқышылдықтан арылу үшін су ішіңіз. Негізінде судан асқан энергетика жоқ. Таңертең бөлме температурасындағы 1 стакан суды ішіп алу арқылы ағзадағы барлық процесті іске қоса аласыз. Және де ағзада энергия мен белсенділік оянады. Сондықтан ұйқыңызды аша алмай тұрсаңыз, бірден осы ғажайып сұйықтықты 200 немесе 400 мл арасында ішіп алсаңыз болады. Ғалымдар ағзада су балансы жақсы сақталса, мида жақсырақ жұмыс істейтінін дәлелдеген. Мұндай нәтиже беруге тіпті кофенің де күші жетпейді деседі. Күшіңіз сарқылуына қарсы тұру үшін үзіліс жасаңыз. Күнделікті қайталана беретін күн тәртібі миыңызды ұйықтатып тастайды. Бір күнде бітіруіңіз керек жұмыстарды көп болса да, күнделікті қайталанып берген соң, оны миға түсіндіре алмайсыз. Демек, қысқа уақыттық үзіліс жасау керек. Бойыңыздағы еріншектікке бола күш-қуатым таусылды деп өзіңіз алдамағаныңыз жөн болады арасында. Сондықтан үзілістерді жасап, күнделікті жаңа бір ақпараттарды, жаңа бір нәрселерді үйренсеңіз, миыңызда жақсы жұмыс істейтін болады дейді ғалымдар. Төртінші әдіс, бөлмені желдетіңіз немесе таза ауаға шығыңыз. Қанға оттегі көп мөлшердегі келген кезде шаршаған ағзаны сергітеді. Адам денесі температурасының кішкене болса да өзгерісін тез қабылдайды. Егер ауа райы ыстық болатын болса, кондиционерді қосып, салқын температура қоюға болады. Ал егер таза ауа жұтуға шықсаңыз, оған аздаған дене жаттығуын қоссаңыз, тіпті жақсы болады. Бұл да ұйқымен күресуге қосымша құрал. Келесі әдіс, назарыңызды басқа нәрсеге аударыңыз. Егер сіз күнделікті компьютермен жұмыс жасайтын адам болсаңыз, жұмыс үстелінен тұратын себеп табыңыз. Мысалы, қағаз әкелу үшін келесі бөлмеге баруға болады. Немесе бір шыны кофе алып келіңіз. Тіпті әріптестеріңізге де дайындап берсеңіз, қуанып қалады. Әдетте ұйқысы кеп отырған адамның бар ойы ішкі әлемінде болады да, деңгейде ойы жан-жаққа шашырап қателіктерді жібереді. Соңғы әдістердің бірі, көңілді ырғақта әуен тыңдаңыз. Музыканың алпауыт күші бар. Көңіл күйіңізді көтеріп қана қоймай, естеліктерді еске түсіріп, әуендер жинағын жасап, күнделікті тыңдауды әдетке айналдырсаңыз, өзіңізге де күшті болады. Арнаға тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк басуды ұмытпаңыз.